бизнес ашам деп жүргендерге бір инсайт бергім келіп жатыр. Бизнестің негізгі екі түрі бар. Бұл ең біріншісі хайп қуалайтын бизнес, екіншісі тұрақты бизнес. Хайп қуалайтын бизнестің ішінде бағанағы дубайский шоколад, жүзім, шайн, мускат, тағы да бір нәрсе осындай, ол трендовый нәрселер, яғни хайп болған кезде бір курс ұстап қалатын да. И маған да көп ұсыныстар келеді сондай. Мейрамбек, Қытайдан 10 миллионға мынандай зат алайық, 20 миллионға сатамыз, курс ұстаймыз деп ше. Бірақ менің табиғатым оған қайшы. Өйткені сен оған қаншама уақыт, энергия, ақша жұмсайсың, саған бір рет табыс алып келеді. Бірақ тұрақты бизнеске тура сол уақыт, энергия, ақшаны салатын болсаң, тура солай бір рет сделкадан 10 миллион алып келмесе де, бір сделкадан 5 миллион алып келеді, бірақ ай сайын алып келіп отырады. Яғни бизнес ашатын кезде осы нәрсеге мән беру керек. Яғни сенің жұмсайтын қазіргі энергияң, ақшаң, уақытың соған стоит па? Ең абзалы осы тұрақты түрде жүретін бизнеске салған дұрыс. Ол сникерс, киндер сюрприз, iPhone, Samsung, машиналар, тұрақты бизнестерді. Ана Грузиядан машина алып келіп сату, бағанағыдай дубайский шоколадты алып келіп сату, кезінде спиннер хит болды, бұнда спиннер. Вагон спиннер алып келді. Ол бір реттік табыстар. Олар ертелі кеш банкротқа ұшырайды. Ондықтан да тұрақты бизнеске кірісіңіздер.